Сәлеметсіздер ме біздің құрметті көрермендер мен тыңдаушылар. Бүгін сіздерге YouTube каналына жазылғаннан кейін қалай каналдағы өлеңдерді тауып және комментарий қалай қалдыру керек екендігін көрсетемін. Ал мен YouTube-ға кіреміз, ол мында тұр. Қазір YouTube-тың алғашқы беті ашылды. Осы жақта астыңғы жағында тұрған 4-ші кнопканы басамыз. Ол жақта подписки деп жазылып тұр. Осы батырманы басып подпискаға кіреміз. Мына жерде все деген кнопканы басамыз, жоғары жағында тұрған. Сол кезде сіз жазылған барлық каналдар шығады. Осы жерден біздің Поэзия Қызы студия каналын таңдаймыз. Үстін бассаңыз ашылады. Міне қазір каналдағы барлық өлеңдер ашылды. Осы жерден өлеңді тыңдау үшін кез келген өлеңнің үстіне бассаңыз болды. Міне өлең ашылды. Өлеңді тыңдап болғаннан кейін осы батырманы басып лайк қоюды ұмытпаңыз. Міне осы батырманы бассаңыз лайк қойылады. Содан кейін астыңғы жағында комментарий деп тұрады. Осының үстінен басу арқылы комментарий қалдырсаңыз болады. Міне бастыңыз, комментарий толықтай ашылды. Осы жерден өзіңіз реакция қалдырып, қалаған жазуыңызды жазсаңыз болады. Мінекей. Оны жіберу үшін жазып болғаннан кейін мына батырманы басамыз. Осыны бір рет бассаңыз, комментарий кетеді. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.